Қайырлы күн. Бізге жаны ашып ойнап жатқандар, баршаңызға хаттарыңызды оқып жатырмын. Мен сіздерге ризамын. Жауап беретінде жауап беріп жатырмын үлгергенімше. Қазір мен енді радиом сыртында, қазір машинаға бір нәрсе алуға келдім. В общем, Айжан толықтан шаршаған, уже денесінің бәрі ауырып жатыр. Қаншама сағат болды. Енді эпидуралка салайын деп жатырмыз. Белінен жібереді. Бұрын тоже босанғанда эпидуралка салған. Сол кезде кішкене уақыт болады екен, чтобы демалып, ұйықтап алғанға 1-2 сағатқа. Салғаннан кейін барып, өз-өзіне келіп кішкене сол кезде босандыруға тырысамыз дейді. Бүгін достар, ассалаумағалейкум бәріңізге. Сәл мына семейный болғаннан кейін сторисқа да көңіл бөлу, басқа нәрсеге де көңіл бөлу қалады екен. Үйдің жағдайы. Жер үйдеміз, жер үйдің жұмысы бітпейді. Сәл есік алдының жұмыстарын қазір бітіріп. Ой, бір сторисқа шығып қояйын деген тұр. Бұл жақта мен ләлечкам. Еңліктің машинасы вообще айына жылына бір ақ айталады өзі. Тұра түстіп, кір болып ше. Аман болыңыздар. Достар, барлықтарыңыз қайырлы күн, қалайсыздар? Біз үйге келдік. Кайф пе. Маликош бірінші әтті ішіп отыр. Негізі семей жақта бұндай тамақ жоқ екен. Нарын деген әр тамақтың не деген. Осы жақында білді. Алдында базилик деген не дешедіміз? Столовыйдан, Черная реклама. Иә. Ал қазір нағыз үйдің нарыны ғой, короче, таза. Қалай екен? Ішіп алып, ары бері жүретін жерлеріміз бар. Бізге ас болсын, сіздерге күн сәтті болсын. Тұр ойна жоқ ма десеш. Қайырлы күн баршаңызға. Біз Бүгін бізде демалыс. Папа. Ақтамен. Біз үйге келе жатырық. Бірге қазір кіріп, халатымды ауыстырып. Басымда орамалым бар, если что. Даже. Қазір мамамен көш жаққа шығып, бір-екі жұмыстарды бітіруге барамыз. Сөйтіп, короче, бүгін күніміз солай өтейін деп тұр. Кешкісін барып демалып отырып қайтамыз. Жеше бар. Бәріміз бар. Күн күшті болып тұр бүгін. Бізде сүттен шығару жалғасуда. Бірақ кеше түнде еміздім мен, потому что енді бірден қойып тастаған келген жоқ. Күндізгісін бүгін тағы да емізбеуге шешім қабылдадым, бірақ бір но болып тұр. Кішкене ішіміз өтіп жатыр. Негізі айтады ғой, жаңа бір ол балаға стресс, ауырып қалуы мүмкін, өйтіп қалуы мүмкін, шөтуі мүмкін деген. Содан қорыққан едім өзім, может, өзім ішімде ойлаған кейін сондай отыр ма, или бірдеңе жақпады ма, лимон жаңа кислость жақпай қалды ма. Қайтадан алдындар лимонды жеп жүр, бір-екі рет жалап. Мен енді қазір далаға ойнауға кеттік, папасымен жібердім. Бірақ жалғастырамыз все-таки, а то емізіп қоюға да болмайды. Су беріп жатырмын, ешқандай антибиотик беріп жатқан жоқпын. Кішкене азаннан түске дейін 2 рет ішіп өтті. Витамин беремін, прополисті беремін. Сол күшті көмседі айтпақшы, жаңа ішіп өтуденше біз соны береміз, резко қойдырады. Ешқандай антибиотикке жоламаймын, білесіздер ғой. И енді сүттен шығарып кейін иммунитетін түсіріп алмау керек. Барынша иммунитет көтере беру керек. Және тамақтар бере береміз. Тамақ жеді, банан жеп алды с утра. Авокадо жеп алдық, шүкір әйтеуір аппетитіміз жақсы. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін бізде демалыс, техникалық ақауларға байланысты эфир жоқ. Үйде жатып демалдым обедке дейін. Қазір далаға шығып, таза ауаға жұтып демалып жүрген жайым бар. Себебі өзім постоянно бір жерден беляши жейтін, ояқтың беляши маған қатты ұнайтын. Бірақ соңғы жеген моментімде маған ұнамай қалды. Бірақ ұнамаса да сатып алған дүние болғаннан кейін аяғына дейін жеп қойған болатынмын. Қарным ашып тұрды еще. И сонымен содан ба ұшынып кішкене жүрегім айнып, ішім ауырып, шықырылысым бір түрлі болып, басым ауырып тұрғаны бар. Адамыз. Мен акулам тұр нерде. И ауа райы өте әдемі болып тұр. Ана жерде менің тренировка жасайтын бұрышым.